Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Ақерке Болатбекқызы. Халед Хосейни, «Батпырау қуған бала», 5-ші тарау. Кенет көк аспанды қақтілген жойқынның неден шыққанын білмей таң болдық. Көп өтпей жер қозғалғандай болды. Зу-зу еткен оқ дауысын да естідік. «Әке!» деп Хасен шыр ете түсті. Екеуміз үйден шыға бергенде дәлізде Әлидің ақсандай басып жүгіріп келе жатқанын көзіміз шалды. «Әке, бұл не дауыс?» деп Хасен құшағын ашып, әкесіне ұмтылды. Әли екі қолын жайып бізді тосты. Қараңғы аспанда аппақ түсті жолақ қақ бөлді. Бұл көрініс тағы бір рет қайталанды да, кенет шелектеген нөсердей оқтар борап кетті. «Біреулер үйрек аулап жүр», деді Әли дауысы ышқына. «Түн ішінде үйрек атып жатыр, үрейленбеңдер». Алыс маңнан дабыл қаққан дауыстар еміс-еміс естіліп жатты. Құдай, нектің қақ бөлінгеніндей дыбыстардың қайдан естіліп жатқанын бағамдау да қиын. Сыртта біреулер аттандап жүр. Тұрғындардың түнгі ұйқысынан оянып, сыртқа дабырлай шығып жатқаны естілді. Мүмкін, олар үстерінде пижама, шаштары қобырап, үрей құшағында тұрған болар. Хасен өксіп әкесін құшақтады. Әкесі оны құшағына алып басын сипап жатыр. Мұны көрген мен оны қызғанбадым. Тетте де қызғанған жоқпын, дедім өз-өзіме. Сөйтіп біз бөгде дыбыстан үрейленіп таң ағарғанша ұйқы көрмедік. Мылтық дауысы мен жарылыс үні 1 сағатқа созылғанымен біз қатты қорықтық. Себебі біз осы күнге дейін жақын көше маңынан атылған мұндай оқ дауысын естімеген едік. Сол үшін де таңырқадық. Ол тұста мылтық үнін жүргегінен естіп өскен ауған балалары әлі өмірге келмеген еді. Біз ас үйге жиналып алып, таңның атуын күттік. Әне, сол уақытта осыған дейінгі өмір салтына нүкте қойылатын ешкім сезінбеген еді. Біздің де тұрмыс тіршілігімізге оқыста нүкте қойылмағанымен, соның өзін 1001 жапа астында сақтап қалғандай болдық. Ал дәуірлік аяқталу 1978 жылы сәуірде болды. Ол атышулы саяси өзгеріс еді. Тағы бір келесі жылы орын алды. Бұл кезде орыстың үңгір ауыз танкілері Хасен екеуміз ойнайтын көшелерде айдаһардай кіжініп, сес көрсетіп жүретін. Олар менің отандастарыма, ауылдастарыма ажал әкелді. Адам қаны дария болып аққан сұм заман басталды да кетті. Ертесі күн ұясынан шыққанда әкем жеңіл көлігімен аулаға кірді. Ол көлігінің есігін қатты жауып баспалдақты солқылдата тура есікке келді. Мен оның бет-әлпетінен бір ыңғайсыздықты байқадым. Бірақ оның ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын болжап біле алмадым. Себебі осыған дейін оның жүзінен ешқашан суық үрей байқамаған едім. «Әмір, Хасен!» деп ол құшағын ашып бізге таяды. Олар жолдарды жауып тастапты. Ақыраяғы телефон сымдарына дейін үзген. Қатты алаңдадым. Біз оның жылы құшағында тұрып бір сәтке болса да түндегі үрейден арылдық. Ақыры ешкімнің үйрек ауламағаны істің шын сыры белгілі болды. Сол жылы 17 тамызда олар айдалаға оқ атпапты. Шырт ұйқыдан ертесі оянған Кабул патшалық жүйесінің әп-сәтте өткен тарихқа айналғанын біліпті. Захир патша Италияда сапарлап жүргенде оның жамағайын туыс ағасы Дәуіт хан оның елде жоқтығын пайдаланып, әскер жасақтап, көп қан төкпей-ақ 40 жылға жалғасқан патша билігін аударып тастапты. Әлі есімде. Келесі күні таңертең әкем мен Райымхан қара шайларын іше отырып, Кабул радиосынан саяси төңкеріске қатысты ақпараттарды бірге тыңдады. Хасен екеуміз бөлме сыртынан радио жаңалықтарын жасырын тыңдадық. «Әмір мырза», деді Хасен құлағыма сыбырлап. «Не болды? Республика деген не?» Мен иығымды қиқан еткізіп, «Мен де білмеймін» дедім. Әкемнің радиосынан республика деген сөз тоқтаусыз айтылып жатты. «Әмір мырза, не болды? Республика әкем екеумізді бұл жерден қуып жібере ме?» «Олай етпейтін шығар», дедім мен ақырын жауап беріп. Хасен сәл ойланып тұрды да. «Әмір мырза», деді тағы да. «Тағы не болды? Олар әкем екеумізді бұл арадан қуып жібере ме екен деймін?» Мен езу тартып, «Болды, жетер енді. Есек сендерді ешкімде қумайды», дедім. «Әмір мырза, не болды? Екеуміздің әлгі анар ағашымызға шыққың келе ме?» Мен бұған қуанып кеттім. Бұл сәтті маған Хасеннің ұтқырлығы сыйлағандай болды. Ол не айтса да дер кезінде айтушы еді.
Қазір де солай болды. Себебі радио жаңалықтары ішімізді пысытып жіберген еді. Хасен өз лашығына қайтып дайындалды. Ал мен қолыма бір кітап алып, ас үйден қалтама қарағай дәнін салып алып шықтым. Хасен сыртта мені күтіп тұр екен. Алдыңғы есіктен шығып өткен барған төбешікке қарай бет алдық. Біз тұрғылықты ауданның артқа тастап, жотаға апаратын кең далаға бара жатқанымызда әлде біреудің атқан тасы тарс етіп Хасенге тиді. Дереу артқа қарағанымда жүрегім аузыма тығылардай болды. Тас лақтырғандар Асеп пен оның сотқар достары Уәли мен Камал екен. Олар бізге қарай таяп келе жатты. Асептің әкесі Махмуд әкемнің досы еді. Ұшқыш болып жұмыс істейді. Оның қалталылар тұратын Сәулетті ауданда биік қорғанды да кен аулалы, есік алды пальма ағашына толған керемет үйі бар еді. Бұл үй біздің үйдің оңтүстігіне 2 көше таяу орналасқан. Асеп Кабулдағы Акбархан уәзір ауданының баласы еді. Оның шойындай шымыр жұдырығын жақсы білетін жұрт үнемі одан аулақ жүретін. Әкесі ауған, шешесі неміс болғандықтан оның әлпеті өзгеше. Көзі тұздай, шашы сап-сары, денесі өзге балалардікінен де әлдеқайда еңселі, әрі шымыр болатын. Бала кезінен оның жауыздығы алыс жақынға тарап, есі бардың бәрі одан айылын жиятын. Ол өзіне бағынышты бірнеше сотқарды ертіп, жақын маңдағы көшелерді шулатып, өз иелігіне алған көшелерді тексеріп жүретін. Тіпті ешкім оның айтқанын екетпейтін. Егер сіздің арқаңыз қышып әлде қандай қатаң тәрбиеге мұқтаж болсаңыз, оның жуан жұдырығы сіз үшін табылмас тәрбие құрал болмақ. Мен оның бір кезде Картахчар ауданының бір баласын шырқыратып ұрғанын көзім шалған. Сол сәттегі оның құтырған иттің көзіндей қызылала көзін, жексұрын кейпін есінен шығара алар емеспін. Тіпті ол әлгі әлжуаз баланы таяққа жыққанда да ыржалаңдап жүрді. Сол үшін Акбархан уәзір аудандағы балалар оған құлақ жегіш Асеп деп лақап қойған. Бірақ оның көзінше ешкімде бұлай атауға батылы жетпейтін. Ең дұрысы, таяқ жеген әлгі балаға істеген өзіне істеп, ол Асептің батпырауығын тартып алып, онымен қоймай, құлақ шекеден ұрып, оң құлағын ұрып түсіріп, Асеп онысын жол шетіндегі арықтан тауып алса, құба-құп болар еді. Содан бірталай жыл өткен соң мен ағылшын тілінен бір сөзді үйрендім. Ол сөзге парсыша балама таба алмадым. Ол сөзбен айтсақ, Асеп секілділер жер астынан жік шықты, 2 құлағы тік шықтының өзі болмақ. Әлидің де жаны сүймейтіндердің ең бастысы осы Асеп еді. Балалар Әлиді Бабылу деп мазақ ететін, сол пәлені бастаған да осы Асеп. «Ей, Бабылу, бүгін кімнің кетіне тойдың? Қане бізге қарашы, Бабылу, күлші!» деп балалар оны келеке қылғанда, Асеп олардың келекесін одан әрі маздатып, «Ей, кеңтанау, бүгін сен кімді жедің? Сықсық көз, есек неме?» деп айқайлайтын. Біздің қарсы алдымызда ол 2 қолын артына ұстап, жұмсақ табанды спорт аяқ киіммен жер тепкілеп, бізге қарай ұшыратын. «Қайырлы таң, Кукаха!» деді Асеп қол бұлғап. Оның Кухаха деген басқаларды мазақтағанға қолданатын сөзі. Олардың үшеуі де бізден үлкен. Олар бізге қарай жақындаған сайын Хасен маған тығыла түсті. Кәдімгі бақташылар киетін шалбар, шолақ жейде киген еңгезердей үшеуі тура біздің алдымызға келді. Асеп тіпті алпамсадай болып 2 қолын айқастыра тәкаппарлана күледі. Асептің әдеттегі адамға ұқсамайтын бұдан бұрын да сезгенмін. Бір қуанарлығы менің асқартау әкем бар емес пе? Сондықтан Асептің маған ұшқалақтықпен бет алды соқтыға алмайтын білемін. Ол иегін көтергіштеп Хасенге тап беріп, «Ей, жалбартан-ау, амансың ба, Бабылу?» деді. Хасен қапелімде үндей алмай шегіншектей берді. «Сендер білесіңдер ме, есерсоқтар?» деді Асеп зымиян күлкісімен. «Патша қашып кетті. Осылай болғаны қандай жақсы. Президент жасасын. Менің әкем Дәуітханмен жақсы дос. Сен оны танушы ма едің, әмір?» «Менің әкем де онымен жақсы араласады», дедім мен, мұнымның рас өтірігін білмесем де. «Дәуітхан өткен жылы біздің үйге кешкі асқа келген. Солай емес пе, әмір?» деді ол жалғастыра сөйлеп. «Жан баласы жоқ жапан далада біздің құтқарыңдар» деп өзеулене айқайласақ естір құлақ бар ма екен? Әкемнің үйі біз тұрған жерден 1 шақырым қашықтықта. Сол сәтте үйден шықпай-ақ қойсақ ше, деген ойда болдым. Келесіде Дәуітхан біздің үйдің кешкі ас ішуге келгенде оған не айтатынды білесің бе? деді Асеп. Мен қысқа қайырып сөйлесемін.
жігіттің жігітпен сөйлескеніндей. Шешеме айтқанымды оған да айтамын, тіпті Гитлер туралы да өз ойымды айтамын. Біздің қазір ұлы көсеміміз, жол бастаушымыз бар. Мен оған егер Гитлердің ойы жүзеге асса, мына дүние қазіргіден де түрленіп кетер еді дегім келеді. Мен аузыма ие бола алмай. Әкем Гитлерді есі ауысқан адам дейді. Оның әмірімен сансыз бейкүнә жан қырылған деп қойып қалдым. Мұны айтпауға тиіс едім. Сенің әкең де менің шешем сияқты ойлайды екен. Анамның тегі неміс, сол үшін оның бұл сөзі түсінікті. Бірақ олар сені солай ойлауға мәжбүр етеді. Ендеше олар істің жай-жапсарын білуіңді қаламайды екен, деді Ассеп жақтырмай. Оның олар дегені кім? Олар не жасырды? Бұл жөнінен мүлде хабарсызбын. Білгім де келмейді. Неге олай деп айтқаныма өкініп бармағымды тістедім. Басымды көтергенімде әкемнің осы тауға қарай келе жатқанын көрсем деп ойладым. Десе де, сен мектепте жоқ кітаптарды оқуың керек, деді Ассеп. Мен ондай кітаптарды оқыдым. Маған бірден түсінікті болды. Оңай қабылдадым. Менің бір ұлы арманым бар. Оны да өз президентімізге айтатын боламын. Ал оның қандай арманы бар екенін білгің келе ме? Мен ләм дей алмастан басымды шайқадым. Бірақ мен оның айтамын дегенін айтпай қоймайтынын жақсы білемін. Ол Хасенге қарап тұрып, Ауғанстан пуштундардың мекені, деді. Бағзыда да солай болған. Бұдан кейін де солай бола бермек. Біз нағыз ауғандықтармыз. Ал мына талпақ танауларға орын жоқ. Осындай кірмелер біздің ел мен жерді құртты, қанымызды бұзды. Ол екі қолын ары-бері ербеңдетіп ышқына айқайлап, бұл жер пуштундардың Ауғанстаны. Міне менің бар мақсатым осы, деді. Ассеп тәтті ұйқыдан жаңа оянған адамша маған қадала қарады да, Гитлер сор заманда туған адам, ал біз бәріне үлгереміз, деді ол. Осыдан кейін шалбарының артқы қалтасындағы әлденені сипалап тұрып, мен президентімізден бұрынғы патшалар орындай алмаған ізгі істерді орындауды өтінемін. Мынау сияқты керексіздерді, қаскөй қазарларды әскер шақырып аластау керек, деді. Біздің жолымызды бөгеме, Ассеп, біз қайтайық. Сенің алдынан Кесе-көлденен өтпейік, дедім. Денем қалтырап, дауысым біртүрлі шығып. Бұл күйім үшін өзімді шынай жек көріп кеттім. Әрине, аяғыма оралғы болдыңдар, деді ол. Сосын әлгінде қалтасынан сипалаған нәрсесін алып шықты. Бұл кезде жаным мұрнымның ұшына келді. Оның қалтасынан алып шыққаны сары түсті темір жұдырық еді. Қолына алғанда әлгі темір сары алтындай жарқылдады. Сендер маған бөгет болдыңдар, деді ол. Шынту айтуында, мына Хазарға қарағанда сенің қырсығың көп, дейді. Сен онымен неге сөйлесесің? Неге бірге ойнап жүрсің? Неге оны қасына ертесің? Ол осыларды айтқанда қатты ызаланып кетті. Қасындағы Уәли мен Камал, иә, соны айтам, деп қостап қойды. Ассеп қабағын түйіп, басын шұлғып, сенің онымен дос болып жүргенің қалай, деді демі бітіп. Өңінен шарасы таусылған адамның кейпі білініп тұрды. Мен сол сәтте, ол менің досым емес қой, деп күбірледім. Шынында мен бұл турасында ойланып та көрмеп едім. Мүлде олай емес, бірақ Хасенді жақын досым санап жүрдім. Тіпті туған бауырымдай көрдім. Десе де, әкемнің достары балалармен келгенде неге мен Хасенді бірге ойнауға ертпеймін? Неге жалғыз қалғанда ғана онымен ойнағым келеді? Ассеп қолына темір жұдырығын киіп маған алая қарады. Бәленің басы сенсің, әмір. Егер әкең екеуің сияқты есерсоқтар мынау сияқты құрып кеткір Хазарларды босағасына енгізбегенде, бұлардың түбіне баяғыда жетер едік. Бұлар өздерінің қағанатына кетуі сонда тұқымы тұздай құрып жоғалуы керек еді. Сен күллі ауғанның азғыны болдың, деді. Оның шатынаған көзінен әулекілелген анық сезініп, көңілдегі сөзін айтып тұрғанын білдім. Ол мені ұруға оқталып, жұдырығын түйіп келеді. Кенет ту сыртынан тосын қимылды аңғардым. Көз қиығымды сала бергенімде, Хасен жерден тездетіп бірдеңені ала берді. Ассеп көзі тостағандай болып аңтарылып, менің арт жағыма қарады. Уәли мен Камалдың да көзі сол жақта. Бұрылып қарағанында Хасеннің қолындағы ашатаяқты көрдім. Ол ашатаяғына кішкене тас салып алып, резеңкесін тартқалы тұр. Көздегені Ассептің беті. Ашатаяқты соза тартқанда екі қолы дірілдеп қалшылдады. Маңдайынан тері будақтауда. Біздің кетуімізге жол беріңіз, төрем, деді Хасен байыппен. Тіпті осындай кезде де ол Ассепті төрем деп өзіне жоғары санап құрмет тұтып тұр. Өз орныңды біл деген таптық сананың Хасеннің түп санасында қалайша тереңнен тамыр салғанына таң қалдым. Ассеп тістеніп, таста ашатаяғыңды жетім Хазар, деді.
біздің үйге қайтарыңыз төрем, деді Хасен қайталап. Сен көрмей тұрсың ба? Біз үшеуміз, сендер екеусіңдер, деп Асеп қарқылдады. Хасен иығын қиқан еткізді. Оның бұл қылығы сырт көзге қарсы жаққа дес бермей тұрғандай көрінеді. Бірақ оның бет-әлпетіне жақсы танимын ғой. Оның жүзіндегі әр құбылыс менің назарымда. Осы сәтте оның қатты қорқып тұрғанын байқадым. Солай, төрем, сіз де көрмей тұрған шығарсыз. Ашатаяқ менің қолымда. Егер сәл қимылдар болсаңыз, бұдан былай олар сіздің лақап атыңызды өзгертіп, құлақ жегіш Асеп деудің орнына жалғыз көзді Асеп дейтін болады. Өйткені менің ашатаяғымдағы тас сіздің сол көзіңізді көздеп тұр, деді Хасен жайбарақат қана. Оның батылдана айтқан бұл сөздерінің ар жағында үрей басым екенін оған жақын жүретін мен зорға шамаладым. Асеп ернін шығарды. Уәли мен Камал күшті мен әлжуаздың орнының лезде-ақ ауысып кеткеніне сенгілері келмей, айран асыр болуда. Әлдекім күшті мен әлсіздің жаратушысына сайыс жариялап, мазақ етіп тұрғандай. Бәрінен бұрын сынға түскен екеудің бірінің өздері кісі құрлы көрмейтін Хазар болғаны жанда ауыртады. Не істерін білмей тұрған Асеп ашатаяқтағы тасқа бір қарайды, оны ұстап тұрған Хасенге бір қарайды. Тіпті Хасеннің жүзіне көз тоқтатып қарай берді. Сосын оның құр сөзбен орақ орып тұрмағанына көзі жетті де, қолындағы темір жұдырықты қалтасына салып қойды. Сен мені түсінуге тиіссің, Хазар, деді Асеп ызбарлана. Мен өте сабырлы адамын. Бүгінгі оқиға осымен бітпейді, маған сен. Сосын ол маған бұрылып, сенімен де сөйлесетін күнім алда, әмір, сорыңды қайнатамын, бәлем, деді де артқа шегінді. Артындағы екеуі де соны қайталады. Әмір, сенің Хазарың бүгін үлкен қателік жіберді, деп артына бұрылып жүріп кетті. Олар ылдиға түсіп, ескі тамның артына өтіп, көзге көрінбей кеткенше қарап тұрдым. Хасен екі қолы дірілдеп, ашатаяғын ышқырына қыстырмақ болып бұлқынып жатты. Жымиып жүрегінің орнына түскенін білдірді. Ашатаяғын қыстырмақ болып арпалысып 5-ші рет дегенде зорға оңтайлады. Тез-тез басып үйге қайттық. Асеп пен оның жантайды шаптары әлдебір қуыстан шыға келіп, бізді жазалауы әбден қисынды деген үрейден арыла алмай келеміз. Бірақ бұл ойымызды бір-бірімізге білдірмей жылыстай бердік. Олар да бізге ләм демей өз жайына жүрсе жөн болар еді. Егер солай болса, біздің тынысымыз кеніп те қалар еді. Бірақ мүлдем олай болмады. Бірнеше жылдан кейін кабулдықтар шаруашылықтың өркендеуі, реформа деген сияқты терминдерді ауыздарынан тастамай айтып жүретін болды. Патша заң шығаратын жүйе күйреді, оның орнын республиканың президенті басшылығындағы республикалық жүйе басты. Бір сәтке болса да бұл елде жаңаша күш-қуат пайда болды. Тұрғындар әйелдер теңдігі, заманауи ғылыми техника сияқты тақырыптар аясында талқы жасайтын күйге жетті. Кабулдағы патша сарайына жаңа басшысы келгенімен, халық тұрмысы сол баяғы күйінен еш өзгерген жоқ. Адамдар бәз баяғысынша сенбіден бейсенбіге дейін жұмыс істеп жүрді. Әр жұма күні саябақтарда, Карга көлінің жағасында, Пагман саябағында бас қосып, дала тамағын жеп мәз болысты. Жолаушыларға лық толы автобустар мен жүк көліктері Кабулдың тар көшелерінде жұлдыздай ағып жататын. Шоферлардың көмекшілері автобустардың артындағы сақтық орнындығына жайғасып, Кабул диалектісімен айқайлай сөйлеп, оларға бағыт сілтейтін. 3 күндік ораза айт күні кабулдықтар бір киер жаңа киімдерін киіп, айттап, бір-бірін құшақтап сүйіп, айт қабыл болсын десті. Балалар айттық алып, алуан түске боялған жұмыртқаларын соғыстырып жатты. 1974 жылы қыстың басы еді. Бір күні Хасен екеуміз аулада ойнап жүріп, қалың қардан аққала жасадық. Осы кезде Әли Хасенді сенің төрем шақырып жатыр, үйге кір деп шақырып әкетті. Әли әппақ киім киіп алып есік алдында тұр еді. Екі қолын айқастырып, аузынан шыққан демі ақбу болып аспанға тарап жатыр. Хасен екеуміз бір-бірімізге қарап жымыңдадық. Өйткені бұл шақыруды ол екеуміз күні бойы күткенбіз. Сол күні Хасеннің туған күні еді. Хасен көзі күлімдеп, ол не екен әке, бізге айтшы, деді. Әли иығын қомдап, төрем маған ештеңе айтқан жоқ, деді. Өйтпеші, Әли, бізге айтшы, деп мен қаузадым. Сурет кітабы ма, әлде су жаңа тапанша ма? Құдды Хасен секілді, Әли де сөзіне еш өтірік қоспайтын. Әр жылы екеуміздің туған күнімізде әкемнің қандай тарту әкелгенін білмеген адамдай болады. Бірақ оның бізден әлденені жасырып тұрғаны көзінен байқалады.
Дегенмен біз қалай етсек те оған не сыйлық екенін айтқызып аламыз. Шынымен де бұл жолы ол ештеңе білмейтін сияқты. Әкем Хасеннің туған күнін ұмытып көрген емес. Өз кезінде әкем Хасеннен туған күнінде қандай тарту алғысы келетінін сұрап жүретін, кейін сұрамайтын болды. Хасеннен сұрағанымен тарту деуге жарамайтын ұсақ ойыншықтарды айтатындықтан әкем өзі таңдаған заттарын сатып алып беруші еді. Бір жылы ол Хасенге Жапонияның бір қорап ойыншық машиналарын сатып әкелді. Былтыр оны қуантып, Былғарадан тігілген бақташы бас киімін алып берді. Сол кезде экраннан көрсетілген ер жүрек үш қорғаушы деген кинодағы кейіпкер Клинт Иствуд осындай бас киім киетін. Бұл кино біз үшін жеті жау жүректің басқыншыларымен айқасы деген киноның орнын басып, біз ұнатып көретін батыс фильміне айналған. Хасен екеуміз әлгі бас киімді кезек-кезек киіп, сол фильмнің музыкасын айтып, қыс бойы бір-бірімізге қаратқылап ойнадық. Міне сонымен екеуміз есік алдында қолғабымызды шешіп, аяқ киіміміздің қарын қағып кіреберіске барғанымызда, әкемнің от жанып тұрған темір пештің алдында аласа бойлы, тықырбас бір үндіспен бірге отырғанын көрдік. Ол үндіс үстіне қоңыр костюм киіп, қызыл галстук тағыпты. «Хасен», деді әкем ыңғайсыздана күліп, «бері кел, сенің туған күніне деген тартуымды көрші». Хасен екеуміз бір-бірімізге күдікпен қарастық. Әкем тұрған жерден ешқандай тарту қорабын, ойыншықты да көзіміз шалмады. Тек біздің артымызда Әли, алдымызда әкем, мен математика мұғаліміне ұқсайтын әлгі үндіс тұрды. Үндіс Хасенге күлімсірей қолын беріп, «Мен дәрігер Кумармын, сенімен кездескеніме қуаныштымын», деді парсшаға тілі келіңкіремей. «Саламатсыз ба?» деді Хасен алаңдаған кейіппен. Ол әдеппен бас изегенмен екі көзі артында тұрған әкесінде еді. Оның күйін түсінгенде әкесі оған жақындап барып иығына қолын салды. Әкем сасқалақтаған Хасенге қарап, «Мен Кумарды Нью-Делиден шақырып әкелдім. Ол дәрігер, хирург» деді. «Сен бұл сөздердің мағынасын білесің бе?» деді Кумар. Хасен басын шайқап сұраулы көзбен маған қарады. Мен иығымды қомдап ештеңе білмейтіндігімді білдірдім. Мен тек соқыршек болған адамның хирургке барып тексерілетінін ғана білетінмін. Оны білетінім бір жыл бұрын мен бір сыныптасым осы аурудан көз жұмған еді. Сонда жетекші мұғаліміміз ол хирургке уағында бармай кешігіп қалған деп еді. Хасен екеуміз қатарласа тұрып, Әлиге сұраулы көзбен қарадық. Әли не білсін, бұған ол да жауап бере алмайды ғой. Ол сол баяғы қалпымен міз бақпай тұрды да қойды. Бірақ көзінде ұстамдылықтың нышаны бар. «Менің қызметім адамдардың бет-әлпетін түзету, емдеу», деді Кумар дәрігер. «О», деп Хасен Кумар шипагерге, әкеме, Әлиге, маған кезек-кезек қарап шығып, алақанымен үстіңгі ернін жасырып дей берді. «Мұның оңай оспақ тарту емес екенін білемін», деді әкем. «Мүмкін сенің ойындағыдай болмас, бірақ бұл тарту сенің өміріне қатысты болмақ». Хасен ернін жалап тамағын кенеп, «Төрем, бұл деп кібіртектеді. «Алаң болма», деді Кумар шипагер жымиып. «Түк те ауырмайды. Мен саған бір дәрі беремін, сосын ештеңені де сезбейсің». «О», деді Хасен тағы да. Оның тынысы кеніп қалғандай болды да, жүзіне күлкі үйірілді. Бірақ онысының әп-сәттік қана қуаныш екенінде әбден мүмкін. «Мен қорыққан жоқпын, мен тек», дейді ол. Мүмкін Хасен ақымақ шығар, ал мен олай емеспін. Егер дәрігер саған ауырмайды десе, ол ауырады дегені. Кенет мен өткен жылы сүндетке отырған кезімді ойлап тіксініп кеттім. Сол кезде де дәрігер маған ауырмайды деген. Ал сол күні наркоз қайтқан соң қоламтаны біреу кеп қозғағандай болып қатты ауырсынды. Неге әкем мені 10 жасымда сүндеттеді? Мұның байыбына бара алмадым. Мен үшін оның қателіктерінің бірі осы еді. Сол сәтте шіркін менің денемде де Хасендікі сияқты кемістік болса ғой, сонда әкем мені мүсіркер еді деп ойладым. Дүниеде бұдан өткен әділетсіздік бар ма екен? Ана Хасен түк бітірмей-ақ әкемнің әлпештеуіне, қамқорлығына ие. Ол туысынан қоян-жырық Хасен ғана еді ғой. Оның отасы сәтті болды. Бетін таңған орауышын алғанда бәріміз таңғалдық. Дәрігер алдын ала ескертіп айтқанындай, оның жүзі әлі де езу тартып тұрғандай көрінді. Бірақ бұрынғы кейпінен көп жақсы. Осының өзі Хасен үшін үлкен жаңалық емес пе? Өйткені үстіңгі ернінде ісік бар, тері жоқ, көзге біртүрлі көрініп тұр. Медбике айна келіп Хасенге ұстатқанда ол жылап жіберсе екен деп ойладым. Бірақ ол айнаға қарап ойланып қалды. Әкесі Әли оның қолын қатты қысып тұрды.
Хасен үнін баяу шығарып бірдеңе айтқан болды. Мен оның сөзін анық ести алмай аузына құлағымды төседім. Ол тағы бір рет қайталады. Рахмет. Сол сәтте оның ерні сағызша созылғандай болды. Мен оның неге өйткенін білмей қоймадым. Ол күлімсіреді. Құдды ана құрсағына жаңа туған кездегідей сәби жымыспен маған қарады. Көп өтпей-ақ Хасеннің ерін ісігі қайтып, тіккен жері бітуге айналды да, аузын аулақ тыртық жара ғана қалды. Келесі қыста ол болар-болмас сызыққа айналды. Оған қаншама әзіл сөздер айтсақ та, ол сол қыстан бастап оңай оспақ күле бермейтін болды. 6-шы тарау. Қыс. Әр жылы алғаш қар жауған күні мен ерте тұрып, үй сыртында бой жазамын. Аулаға кіре жолда әкемнің көлігін, қақпаны, ағаштарды, үйдің ар жағындағы тау жотасын қалың қар қымтап қалыпты. Мен бұл көрініске тәнті болдым. Аспан ашық, күмістей аппақ қар көзімді қариды. Жаңа жауған қардан уыстап аузыма салдым. Айнала құлаққа ұрған танадай, анда-санда қарғаның қарқылдаған үні құлаққа талып жетеді. Үйге кірген соң алдыңғы есік жақтан төмен түсіп, Хасенді шақырдым. Қыс мезгілі. Кабул балалары ең жақсы көретін маусым. Үйлері жылы пеш сатып алған балалар үшін тіпті рахат. Қыс түсіп күн суытқанда мектептерде сабақ тоқтатылды. Ал мен үшін қыстың келуі әлгі күрделі математикалық есептерден құралатылғанымды білдіреді. Тіпті Болгария астанасының атын жаттауымның да қажеті болмайды. 3 ай бойы пеш қасында Хасенмен бірге отырып әбден карта ойнауыма болады. Сәрсенбі күні таңертең киноға барып, орыстың тегін киносын көреміз. Кейде қардан аққала жасап, түсте шалғам салынған ащы көже ішеміз. Әрине, кейде батпырауықта ұшырамыз. Кейбір балаларға қыстың келуі оқу маусымының соңы болып сезілмейді. Қыс мезгіліндегі ерікті пәндер тағы бар. Менің білуімше, ол пәндерге өз еркімен барып қатысатын оқушы жоқ. Олардың баруына әке-шешесі түрткі болады. Бағыма қарай менің әкем ондай адам емес. Мен Ахмет деген бір кісіні танушы едім. Ол екеуміздің үйіміз қарама-қарсы. Ұмытпасам, оның әкесі дәрігер болып істейді. Ахметтің талма ауруы бар еді. Сол үшін ол үстіне үнемі қой жүнінен тоқылған кеудешесін киіп, көзіне қара жиекті көзілдірік тағып жүретін. Мұнысына бола Асеп оны мазақ етіп жүретін. Мен әр күні өз бөлмемнің терезесінен олардың үйіне көз саламын. Олардың қазар қызметшісі қар күреп қара түсті Леро машинаға жол ашады. Қыстық сырт киімін киіп, сөмкесін асынған Ахмет әкесімен бірге көлікке отырып жолға шығады. Ал мен пижамамды ауыстырып үлгермеген күйі оларға көше қиылысынан ұзап кеткенше көз алмай қарап тұрамын. Одан соң төсегіме қайта жантайып, көрпемді иегіме дейін көтеріп, терезеден терістік жақтағы аппақ қар қамтаған ақ қалпақты заңғар тауларға қараймын. Қарап жатып қалғып кетемін. Мен Кабулдың қысын жақсы көремін. Түн ішінде толассыз жауған ақ қардың тереземді ұрғылағанын ұнатамын. Қасат қарды кешіп жүргенді жаным қалайды. Екі бүйірі мазданып, жанып тұрған пеш жылуын да ұнатамын. Көшелер мен аулаларда ышқына соғып ұйтқыған дүлей боранның үнін естуге құштармын. Алайда мұның бәрінен де мені құштар ететіні ағаштардың жалаңаш күйде қалып, өзгеше әуенде сөйлеп, жолдарда ақ қар көк мұз басып, әкем екеуміздің арамыздағы салқындыққа қан жүгіретін кезі еді. Бұған себеп батпырауық болмақ. Әкем екеуміз бір үйде тұрғанымызбен арамызда пәлендей жақындық жоқ сияқты. Ал батпырауық ол екеуміздің арамызға дәнекер болады. Әр жылы Кабулдың әрбір ауданы батпырауық жарысын ұйымдастырады. Егер сіз де Кабулда өмір сүріп жатқан бала болсаңыз, осы жарыс күні қақаған аяздың адамға медет беретінін, шақ болатын еш шүбәланбас едіңіз. Ертең жарыс болады деген түні мен дөңбекшіп, көш шырымын ала алмаймын. Біресе саусақтарымды алуан түрлі пішінге келтіріп, жарыққа қаратып, қабырғаға әлдебір жануарлардың көлеңкелі бейнесін сомдаймын. Кейде көрпемді бүркеп алып, қараңғылап, балконға барып үнсіз отырамын. Соғыс басталар қарсаңындағы түнде бекініс маңында жатқан жасақтың күйі қандай болса, түнде менің де күйім сондай. Иә, Кабулдағы батпырауық жарысын соғыс майданына ұқсатуға да болады. Соғыстағы ұрыс қимылдарын сияқты сен бәріне дайын болуың керек. Хасен екеуміз батпырауықты өзіміз жасап үлгердік. Күз келісімен ол екеуміз аздап тиын-тебін жинап, әкем Гераттан сатып әкелген ат мүсінді шыны қалбырға саламыз.
Қыс түсіп қар жауа бастағанда Хасен екеуміз ақша қалбырының бүйіріндегі қақпақты ашып, жинаған ақшамызға базардан қамыс, желім, жіп қағаз сатып аламыз. Әр күні бірнеше сағат жұмсап, батпырауықтың сыртқы пішінін жасап әбігер боламыз. Оған қажетті қағаздарды кесіп дайындаймыз. Содан соң қолға ұстайтын жіпті жасауға кірісеміз. Егер батпырауықты мылтық десек, оған тағылатын әйнекті сол мылтық көмейіндегі қорғасын оқтеуімізге болады. Ендігі қалған шаруаны аулаға шығып жалғастырамыз. Ұзындығы 500 фут болатын жіпті әйнек үгіндісі қосылған бір құты желімге араластырамыз. Сәлден соң оны шығарып алып, ағашқа жайып кептіреміз. Алда болатын жарысқа дайындаған бұл жібімізді бір күннен кейін ағаш білекке орап қоямыз. Міне осылай қар еріп, көктем жаңбыры жауғанда Кабулдық әр баланың саусағынан батпырауық жібі қиған жіңішке із көрінеді. Ол іздер ала-қыс бойы болған батпырауық айқасының айқын көрінісі еді. Сабақ басталған күні сыныптастар жиылып алып, қолдарындағы жарақаттарын салыстырып жатады. Батпырауық соғысы салған жарақаттарымыз ауырып, бірнеше аптаға дейін мазалап жүреді. Бірақ мен оны елей қоймаймын. Қыс маусымы бізге осылайша тез кіріп, тез жылыстайды. Жарақатымыздан қалған тыртықтар қызық қысты еске алып сағынтады. Жетекшіміз ысқырық шаласымен қаздай тізіліп сыныпқа кіреміз. Мейлі қандай қуанышты күндерде жүрсек те, қысты сағынып тұратынбыз. Ал бізге ғаламатқа толы оқу жылы бұлғап тұр еді. Хасен екеуміз батпырауық ұшырудан шебер болғанымызбен батпырауықты жақсы жасай алмайтынымызды сезіндік. Келесі батпырауық жарысында шебердің біреуі жеңілетін болды. Себебі біз жасаған батпырауықтың бірнеше жерінен кінәрат байқалды. Бұл жағдай біз үшін қиын болды. Сондықтан әкем сол күннен бастап бізді Сайфулдың дүкеніне апарып, батпырауық сатып беретін болды. Сайфул көзі көрмейтін қарт еді, аяқ киім жамап күнелтетін, бірақ батпырауық жасаудан қала бойынша алдына жан салмайтын. Оның шағын дүкені адам аяғы үзілмейтін Шахид Майуан даңғылында, Кабул өзенінің оңтүстігінде орналасқан. Мен айтсам, әкемнің бізге бір емес, әр қайсымызға 3-3-тен батпырауық, бірнеше орам әйнек жіп сатып алып берер еді. Ал керісінше әкеме маған ең үлкен, ең әдемі батпырауықтан біреуін қосып алып бер десем де қарсылық танытпас. Бірақ ол Хасенге де сөйтеді. Мен кейде әкем Хасенге батпырауық алып бермесе екен, тек мені ғана жанындай жақсы көрсе деген сезімде де өмір сүремін. Батпырауық жарысы ауғандардың ертеден бері жалғасып келе жатқан қыстық дала ойыны. Жарыс таңертеңнен ерте басталып, сеңгір көкте жалғыз батпырауық қалғанда ғана өз мәресіне жетеді. Қайсы бір жылы жарыс ақтаннан басталып, ымырт үйірілгенше аяқталмады. Адамдар жүргінші жолында үй төбесінде тұрып, өз балаларын шабыттандырып жатты. Әр көшеде батпырауық көтерген балалар қолдарындағы жіпті біресе қоя беріп, біресе тартады. Екі көздері әуеде. Бәрінің ортақ мақсаты аспаннан жақсы орын тауып, қарсылас батпырауықтың жібін үзу. Әрбір батпырауықшының бір көмекшісі бар. Ол батпырауықтың жібін орауға, таратуға көмектеседі. Ал менің көмекшім Хасен еді. Бір жолы үйлері біздің ауданға жаңадан көшіп келген, үнемі тұйық жүретін бір үндіс бала Хасен екеумізге олардың ауылында батпырауық соғыстырғанда сөзсіз мойынсынуға тиісті ережелер бар екенін айтқан болатын. Тек белгіленген жерге ғана батпырауық ұшыра аласың. Оның үстіне желдің ығына қарай тік бұрыш жасайтын жерде тұруың керек. Ал жіп дайындағанда алюминий қосуға болмайды, деп еді ол. Хасен екеуміз оған тыжырына қарадық. Ауғандар азат ұлт. Олар салт-дәстүрге құрмет етеді де қатып қалған ережелерді жек көреді. Батпырауық жарысында да солай. Оның ережесі тіпті қарапайым. Батпырауықты ұшырып, қарсы жақтың жібін қиып түсіріп, оны шеттетесіз. Мұны ағылшындардың 20 ғасыр барысында орыстардың кешігіп 1980 жылдар соңында білген секілді, мына үндіс бала да біліп алыпты. Ал қызықтың ең кереметі батпырауықтың жібі кесілгенде басталады. Бұл кезде батпырауық қуушылар жел қуалаған батпырауықтардың артынан жүгіреді. Әр көшені кезіп кетеді. Мейлі батпырауық ылдилай барып егіндікке құласын, немесе ағашқа асылып үй төбесіне ілініп қалсын, қалай да іздеп табу керек.
мұндай сәтте олар арпалысқа түседі, даңғылдарға, қалтарысы көп көшелерге қарай лап қояды. Олардың бұл сәті үйірлі бұқаны хан базарға қоя беріп, өздері қорғанып қашқан испандардың қылығын еске салады. Олардың бұқа сайысындағы мұндай көріністі кезінде бір кітаптан оқып едім. Біздің ауылдың батпырауық жарысында қайсы бір жылы бір бала ағаш басына ілінген батпырауықты аламын деп, кенет ағаш бұтағы сынып, 30 фут биіктіктен құлап түсіп, орнынан тұра алмай қалған. Сонда да ол қолындағы батпырауығынан айырылмаған. Өйткені батпырауық қуышының қолында болса, оны ешкім де тартып ала алмайды. Бұл жарыс ережесі емес, салт. Батпырауық қуышы үшін айтқанда, оның ең үлкен бәйгесі қыс мезгіліндегі батпырау жарысының ең соңында жерге түскен батпырауықты алу. Олар үшін мұны өзі үлкен мәртебе. Адамдар оны каминнің жоғарысына іліп қойып, келген қонақтардан мақтау естіп жатады. Қаптаған қалың батпырауық аспаннан түсе-түсе, ең соңғы екеуі қалғанда, батпырауық қуышының бәрі де аспандағы сол бір үлкен сыйлықты қолына алуға әзірленеді. Сол араға қонады-ау деп межелеген тұсына әркім шауып жетіп барып, әуеге қарағыштап барады. Ең соңғы батпырауық кесілгенде айнала қызу думанға бөленіп кетеді. Талай жыл бойы мен көптеген батпырауық қуышыны кездестірдім. Солардың ішінде батпырауықтың барар бағытын болжап, қонар жері туралы сәуегейлік жасауға келгенде Хасен алдына жан салмайды. Таң қаларлығы ол үнемі батпырауықтың қайда қонарын алдын ала межелеп, сол жерде жүреді. Бұған қарап оның денесінде компас бар шығар деп таңырқаймыз. Бір жылы қыс мезгілінде ымырт түсе берсе, Хасен екеуміз батпырауық ұшырдық. Ол алда, мен соңында келемін. Ауылды кесіп өттік, кездескен судан аттадық. Жатаған үйлер арасындағы жол бұрылыстарын артқа тастадық. Мен одан бір жас үлкен болсам да оған ілесе алмай келемін, ал ол зулап барады. Хасен, тоқташы деп айғайладым алқынып. Ол артынан бұрылып қол бұлғап, бері қарай жүр, мына жаққа қарай деді де, келесі бір бұрылысқа қарай сынып кетті. Жан-жағыма бұрылып қарасам, ол бағыт пен батпырауық кеткен жақ мүлде кері қар екен. Біз басқа жаққа бара жатырмыз, адасамыз деймін, мен әлім құрып. Маған сен, дейді ол алдындағы жақтан айқайлап. Ол айқайлаған қалтарысқа да жеттім. Ол алды-артына қарамай жүгіріп барады. Аспанға назар салып та қоймайды. Арқасынан саулаған тер киімнің сыртына шығып кетіпті. Мен кенет бір тасқа сүрініп, екпетімнен түстім. Хасенге қарағанда ебедесіз екенім белгілі болды. Оның туа бітті ер мінезділігіне үнемі тәнті болып жүремін. Орнынан тұра бергенімде оның келесі бір қалтарыс көшеге қарай кеткенін көріп қалдым. Мен де қалыспай оның соңынан қуып келемін. Оған жете алар емеспін. Әлгінде жығылғанда сүрініп кеткен тізем қақсап, ауыртып барады. Осылай жүгіре беріп біз көлік іздері қайшыласқан дымқыл жолға, жеке меншіктегі орта мектептің қасына барып тоқтадық. Жолдың бір жағасында сүттіген егуге болатын егістік жер бар екен. Келесі жағында самсаған шие ағашы тұр. Хасен бір ағаш түбіне отыра қалып, жанында тұрған тұт ағашының мейізін жеп отыр. Өкпем күйіп, әлім таусылып, құсып жіберуге шақ қалдым. Бұл жерге неге келдік дедім мен. Кел, мұнда отыр, әмір мырза, деді ол күліп. Мен оның қасына барып, көбік қарға құлай жығылап, шынтақтап жаттым. Әлі де өз-өзіме келе алмай ентігіп тұрмын. Уақытты босқа өлтірдің сен, дедім оған. Батпырауықтың басқа бағытқа қарай ұшқанын көрмедің бе? Қазір осында келеді, деді Хасен аузына мейіздің бірнеше талын салып жатып. Мен әлі де ентігіп тұрмын, ал ол қыңқ еткенде жоқ. Оны қайдан білесің? Білемін. Қайдан білесің деймін. Осыған дейін сені алдаған жоқ шығармын төрем, деді ол маған бетін бұрып. Маңдайынан тері әлі ағып тұр. Сол шақта оны заландырайын деген ой сап ете түсті де, мені алдайтын алдамайтынды мен қайдан білейін дедім. Сені алдасам аузыма батпақ толсын, деді ол кейін танытып. Шын айтасың ба? Батпақ жейсің бе? Ол маған күдікті көзбен бір шола қарады да, не істейін деді. Егер батпақ же десем, жейсің бе дедім. Мен бұл әрекетімнің адамгершілікке жат екенін біле тұрам. Бұрын мен ол бәріне мәлім бір сөзі түсінбей қалса, оны келеге қылушы едім. Бұлай істеуім дұрыс емес болса да маған қызық көрінетін. Ондағы менің ойыным ол екеуміздің ұсақ жәндіктерді қинап ойнайтын ойынымызға ұқсайтын. Дәл осы сәт ол құмырсқа, мен микроскоп ұстаған адам сияқтымын.
Ол менің бетіме ұзақ қадала қарады. Біз отырған жерімізде бір-бірімізбен арбасып қалдық. Хасеннің өңі бұрынғыдан өзгеше болып кетті. Мүмкін өзгермеген де болар, бірақ мен сол сәтте оның жүзінен екі түрлі бейнені көргендей болдым. Бірі маған таныс бала кезден көріп келе жатқан бейне, ал екіншісі көмескі де жылт еткен бейне. Осыған дейін оның бет-әлпетінің құбылғанын талай рет көрдім ғой. Сол сәттерде қатты қобалжитынмын. Бірақ оның бұл сәті тез келіп, тез қайтатын. Әлгіндегі арбасудан кейін кірпігін жыпылықтатып, бәз-баяғы Хасеннің бейнесі көз алдыма қайтып келді. Егер сен солай істе десең, мен істеуге пейілмін, деді ол маған көзін қадап тұрып. Мен басқа жаққа қарадым. Әне, сол сәттен бастап бүгінге дейін солай істеп келемін. Ауыздан шыққан әр сөзді шынға балайтын мұндай адамның жүзіне тура қарай алмайтыныма көзім жетті. Бірақ мен сене алмай тұрмын, деді ол сөзін жалғап. Сен шынымен маған солай істетесің бе, әмірім? Ол ендігі жерде мені ыңғайсыз күйге душар етті. Егер мен бұлай қылжағымды одан әрі жалғастырып, оны адалдығын сынар болсам, онда ол мені келеке етіп, арымды аяқ асты еткелі тұр. Мұндай қайырсыз істі бекер-ақ бастаған екенмін. Мен зорлана жымиып, ақмағым-ау, менің олай істетпейтінімді білесің емес пе? Хасен де маған күліп жауап берді, бірақ ол бұл жолы шынайы күлді. Сөйтті де, әрине білемін, деді. Міне бұл өз уағдасында берік, өзгелерді өзім деп санайтын жандардың шын мінезі еді. Батпырауық келді, деп Хасен әуені нұсқап, орнынан атып тұрды да сол жаққа қарай кішкене жүріп барып тоқтады. Жоғары қарап ем, шынымен батпырауық біз тұрған жерге қарай ұшып келеді екен. Көп өтпей топырлаған аяқ дыбысы, айқай-шу естіліп, бірнеше батпырауық қуушы біз жаққа қарай жарысып келе жатты. Бірақ олар құр сандалып кешіккен еді. Хасен миығынан күліп құшағын ашып батпырауыққа қолын созып тұр. Егер жаратқан Алла бар болса, менің көзім соқыр болмаса, батпырауық сөзсіз Хасеннің қолына қонды. 1975 жылы қыста Хасеннің батпырауық қуғанын соңғы рет көрдім. Әдетте әрбір ауыл тек өздері ғана батпырауық жарыстырып қана қоймай, ауданаралық батпырауық жарысын өткізіп тұрады. Сол жылғы кезекті жарысты мен тұратын Акбархан Уәзір ауданы ұйымдастыратын болды. Бұған Картах-Чар, Картах-Паруан, Коте-Санки аудандары да белсене қатысатын болды. Мейлі, қайда бармайық, әңгіме біреу, жақында өтетін осы жарыс туралы сөз болып жатады. Жұрттың айтуынша 25 жылдан бері өткен ең үлкен батпырауық жарысы осы екен. Батпырауық жарысына 4 күн қалғанда әкем екеуміз жұмыс кабинетіндегі қой терісі лықа толтырылған диванға жайғасып, отқа жылынып отырып шай іштік. Әрі әңгіме дүкен құрдық. Осыдан біраз бұрын Әли кешкі асымызды дайындап беріп, қыстың ұзақ түнін Хасенмен бірге өткізуге кеткен. Әкем темекі шегетін түтігін толтырып жатқанда әлгі әңгімені айтыңызшы деп өтіндім. Айтқызбақшы болғаным, бір жылы қыста таудан бір үйір қасқыр түсіп, кер атқа лап қойып, ауылдан бір апта бойы кетпей қойған еді. Әкем сіріңкесін жағып, биылғы батпырауық жарысында жеңесің, деді. Қапелімде не деп жауап қайтарымды білмей сасып қалдым. Мен жеңсем не болмақ еді? Ол жеңістің кілтін маған беріп, ары қарайғы жолымды назарға алмақ па? Мен батпырауық жарысының шеберімін. Бірнеше дүркін қыстық батпырауық жарысының шеберімін. Бірнеше рет батпырауық жарысының жеңімпазы болуға жақын қалғам. Тағы бір жолы алдыңғы үштікке ілінгенмін. Жарыста жүлде алуға жақын қалу мен ұту екі басқа шаруа, солай емес пе? Әкем ойынан не алса жеңіп шығады, жеңіп шығатын адам ұтады, басқалар жеңісіне қызғанып қарап тұрсын. Әкем әрқашан жеңіске жетеді. Өзі қол жеткіземін дегеніне сөзсіз қол жеткізеді. Сол үшін оның өз ұлының да осындай болуын талап ететін құқы болмауы мүмкін бе? Ойлап көрейінші, егер мен осы жарыста жеңімпаз болсам. Әкем түтігін сора отырып маған сөйлеп отыр. Мен тыңдаған болып отырмын, бірақ ештеңе миыма кірер емес. Ойым оңға, санам санға бөлініп отыр. Өйткені әкем бірдеңе деп қалды, бітті дей бер. Ол сөзі санама әсер етері сөзсіз. Қысқы жарыста жеңімпаз болу алынбас қамал болып қала береді. Сондықтан бұл жарыста бәрінен озып шығуым керек, басқа жол жоқ. Ал жарыста жеңіске жетуім үшін батпырауығым соңына дейін самғай ұшуы қажет. Одан соң оны үйге әкеліп, әкеме көрсетіп, ұлының ақыры жарамды азамат болғанын дәлелдеймін. Егер осы арманым жүзеге асса, үйде жалғыз жүріп, жабырқайтын сәттеріме нүкте қойылар.
Одан әрі қиялдап көрейінші. Кешкі асқа отырғанымызда дастарханда көңілді күлкі, әдемі әзіл басталады. Ешкім де бұл сәтте үндемей отырмайды. Күміс ыдыс-аяқтардың сыңғыры, сонымен қоса «Бісміллә, қабат деген ай» деген сыңайлы сөздер естіліп жатады. Тағы да ойлай берейінші. Жұма күні әкем мені Пагманға апарады. Жол бойы Карга көліне жеткенде тыныстап, майға піскен балық пен картоп жейміз. Хайуанаттар бақына барып, маржан деп аталатын арыстанды тамашалаймыз. Мүмкін, әкем менің жазған әңгімемді де оқиды. Егер ол менің шимайларымның бір бетін оқыр болса, оған 100 бет жазып беруге дайынмын. Сонда ғана ол Райымхан секілді Әмір Қасымыма келе ғой деп шақыратын болар. Тіпті күндер өте келе оның әйелін өлтіргенімде де кешіретін шығар. Бәрі де мүмкін. Әкем маған кезінде өзінің 40 батпырауықтың жібін қиғанын әңгімелеп беріп еді. Мен оның әңгімесін кейде жымиып, кейде бас изеп, кейде күліп ыждағатпен тыңдап едім. Бірақ оның не айтпақшы болғанын аңғармай қалыппын. Енді міне, менің әке алдындағы парызым айдан анық болды. Қайтсем де әкемнің үмітін ақтаймын. Ертең жарыс болады деген күні түнде қар жауып қатты боран соқты. Хасен екеуміз жылы үстел басында панш-парк карта ойын ойнадық. Ышқына соққан боран даладағы ағаштарға ән салғызып терезені қаққылайды. Сол күні Әлиден Хасен екеумізге арнап электр жылытқыш әкеп, оның үстіне қалың көрпе салып қоюын өтінген едім. Ол үстел айналасына жұмсақ кілем мен бөстектерді төсеп, 20 кісі аяғын үстел астына жіберіп отырса да еркін сиятындай етіп дайындапты. Қар жауған күні Хасен екеуміз үнемі осындай жылы үстелде отырып, кешке дейін шахмат немесе карта ойнайтын, көбінесе панжапыр ойнайтынбыз. Мен Хасеннің 2 ондық қиығын 2 валетпен, 1 алтылықпен басып алдым. Іргедегі үйде өзінің кабинетінде әкем Райымхан екеуі бірнеше адаммен сауда жөнінде сөйлесіп отырған. Менің білуімше, оның біреуі Асептің әкесі. Үй қабырғасынан Кабул ақпарат радиосының шуыл араласқан үні естіліп тұр. Хасен алтылықты басып, 2 валетті көтеріп алды. Дәуітхан радиодан шетелдіктердің қаржы қосуы туралы ақпаратты жариялап жатты. Күндердің бірінде біздің Кабулда да теледидар болады, дейді ол, дедім мен. Кім айтады? Дәуітхан. Ей, ақымақ, ол біздің президентіміз. Иранда бұрыннан бар деді ғой, деп Хасен сықылықтап күлді. Әй, сол ирандықтар, деп барып сөзімнің аяғын жұтып қойдым. Ирандықтардың көбі хазарлар сияқты шиит мұсылмандары болғандықтан хазарлардың дені Иранды бас сауғалайтын ел деп ойлайды. Бірақ мұғалімім ирандықтар жөнінде олардың бәрі залым, бір қолымен арқаңнан, бір қолымен қалтаңнан қағады деп еді. Оның бұл сөзін әкеме айтып беріп ем. Оны айтқан адам өте қызғаншақ, өйткені Иран Азиядағы алпауыт ел, ал жер жүзіндегі адамдардың көбі дүние жүзі картасын алдына жайып қойса да Ауғанстанның қайда екенін таба алмайды деді. Ол осылай дей келіп, мұны сөз ету жүрекке салмақ түсіреді, бірақ қашан да шындықты айту аярлық етуден жақсырақ деп еді. Әлгіндегі әңгімеге қайта оралсақ, мен Хасенге күндердің күнінде саған сатып алып беремін, дедім. Теледидар ма? Рас па? Деп шаңқ ете түсті Хасен. Әрине, ақ-қара түсін емес, түрлі түсін алып беремін. Ол кезде біз де ересек боламыз. Сол кезде мен екеуін сатып аламын. Бірін саған беремін. Біреуі өзіме тиесілі болады. Мен оны сурет салатын үстел үстіне қоямын, дейді Хасен. Оның бұлай дегені менің көңілімді түсіріп жіберді. Сол сәтте оның алдағы өмірін, тұрар үйін ойлап қамықтым. Мүмкін ол есейген соң әкесі сияқты біздің есік алдындағы ескі үйде тұрып, керектің бәрін бір-бірден алар. Сол жағдай менің жаныма батады. Мен ең соңғы картамды ыңғайлап, оған 2 мәтке мен 1 ондықты ортаға тастадым. Хасен 2 мәткені алып, білесің бе, кейін сен төремнің көз қуанышына айналасың, деді. Солай ойлайсың ба? Иншалла, деді ол. Иншалла, дедім мен де, бірақ Алла бұйыртса деген бұл сөзді шынайы жүрегіммен емес, селқос айта салдым. Міне, Хасен осындай пәк адам. Онымен бірге жүрсен өзіңді өмір бойы алдамшы сезінесің. Мен оның қарауылын өлтіріп, алдына ең соңғы бір картамды қарғаның тұзын салдым. Ол мұны өлтіру керек.
Мен жеңдім, бірақ ол картаны араластырып жатқанда менен әдейі ұтылғандай күмән туғызды. Әмір мырза, не болды? Өзің білесің, мен өзімнің тұрған үйімді жақсы көремін. Ол менің отбасым, дейді Хасен. Міне қараңызшы, ол үнемі осылай. Менің ойымдағыны қолымен ұстағандай тауып айтады. Нені жақсы көрсем, соны жақсы көр. Картаға тағы бір рет дайындал. Сіздермен болған Ақерке Болатбекқызы. Каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыз.